Бұл видеоны соңына дейін тыңдасаңыздар, нағыз махаббаттың қандай істерге итермелейтініне тағы да куә боласыздар. Зағип жігіттің махаббаты. Ол екеуі жұлдызы жарасқан жұп еді. Көркіне көз тоймайтын сұлу келіншек пен келісті жігіт. Сырт қараған жандардың қызығуы мен қызғанышын қатар оятардай жарасым тауып тұратын. Бақыттың бал шырынына батқан жұбайлар күндерін ерекше көңілді өткізетін. Бірде күйеуі іссапармен алысқа кететін болды. Осынау қос ғашық үшін бұл сапардың сағынышы махаббаттарын тереңдетпесе, өзге кесірін тигізе қоймайтынына екеуі де сенетін. Сүйіктісін шығарып салып, үйде қалған келіншек сағынышты күндерін өткізе берді. Бір күні сұлу келіншек әлде бір тері ауруына душар болады да, жас келіншектің сырқатына ем қонбайды. Бір күні таңертең ол ояна сала айнаға қарап шошып кетті. Сұлу жамалынан көлеңке де қалмаған. Қорқынышты болып бұзылып кеткен ақша жүзі оны қайғы теңізіне батырды. Бұл сырқатын күйеуінен жасырып жүретін. Күндер өте берді. Ал күйеуінің қайтып келер сәті жақындай түсті. Ол мына бейнесін көрсе, қандай көңіл күйде болар. Осыны ойлаған сайын оның қасіреті асқына берді. Айна алдына баруға жүрексініп, күндерін өксумен өткізді. Осынау азапты күндерде ол күйеуінен хабарлама алады. Іссапармен кеткен күйеуі жол апатына түсіп, қос жанарынан айырылыпты. Бір айналдырғанда шыр айналдырған қасіретті тағдыр осы да. Оны естіп, жас келіншек қатты уайымдайды. Күндер өте берді. Бірақ олар бұрынғыдай-ақ бақытты күндерін жалғастыра берді. Жас келіншектің бүлініп кеткен жамалын күйеуі көрген жоқ. Күйеуі қайда барса да, келіншегі оны жетелеп жүретін еді. Бұрынғы қызыға қарайтын жұрт қазір оларды мүсіркейтін болды. Жарасымды жұбайлардың келісті бейнесі ертегіге айналып қала берді. Бірақ сонда да олардың махаббатына сызат түскен жоқ. Ауруы асқынып, ақыр соңында әйелі қайтыс болады. Сүйікті жарын жерлеу кезінде өмірдегі ең сұлу асылын жоғалтқан адам қабір басында үнсіз ұзақ отырды. Орнынан енді тұрып қайтуға ыңғайланғанда, қос жанары тас қараңғы зағипты достары келіп сүйей берді. Сол кезде жақындарының қолын қысып ұстап, мен соқыр емеспін. Әйелімнің ауруға шалдыққанын шетелде жүріп-ақ естігенмін. Өз бейнесінен азаптанбасын, махаббатымызға сыза түспесе екен деп өтірік соқыр болып өмір сүріп келдім. Мен оны шексіз сүйемін, деді де бұрылып жүре берді. Қабір басындағы адамдар осынау махаббат жолында жалғыз қайтып бара жатқан адамға қарап, көздеріне тағы бір мәрте жас алды.